Саламатсыз апа. Амансың ба балам? Сіздің камзолыңыз дайын бол. Ой, рахмет балам. Баламның тойына жарқыратып киіп баратын болдым. Иә, Құдай қаласа. Әкеле ғой. Мен тапсырысым дайын болды ма? Өте асығыс едім, бастығым күтіп отыр еді. Иә, алдымен апаны жіберіп алайық. Кешіріңіз апа, мен асығыс ем. Тапсырысымды тез алып кете қояйыншы. Жарайды қызым, мен сенен кейін қала қояйын. Мінекейіңіз. Бәрі дұрыс қой, иә? Иә, бәрі өзіңіз сәтті. Рахмет, сау болыңыздар. Қазіргінің жастары тым асығыс. Иә, соны айтам апа. Ой, алға сүріп шапқылайды да жүреді. Апа, мінекей, сіздің камзолыңыз. Әдемі екен. Қандай керемет. Қарасаңшы. Әдемі, өте тамаша. Таза күмістен жасалған. О, өте әдемі жасалған. Иә, егер киіп көрем десеңіз, мені айна тұр. Әй, жарайды, киіп көрейін. Әкеле ғой. Көрейік, қандай әдемі? Қалай апа? Ұнады ма? Иә, рахмет айналайындар. Өнерлерің өрге баса берсін. Рахмет апа. Игілігіңізде киіңіз. Түсінікті ғой. Сондықтан да банктің имиджін көтеру мақсатында халыққа ең төменгі пайызда жеңілдетілген түрде несиелер ұсынуымыз қажет. Келесі мәселе. Шетелдік банктер алға қарай жүруіміз керек. Бәсекелестік заманы білесіздер. Сондықтан да кел. Құрметті әріптестер, түсінікті ма? Болды. Бара берулеріңізге болады. Келіп отыр. Қалай? Тойға дайындық қалай? Жақсы ма? Жақсы. Тойға шақырылған қонақтармен хабарластыңдар ма? Иә, Талғат Әбдікерімович, тек 2 адам ғана келе алмайтын болды. Кімдер ол? Біреуі Астанадағы депутат ағаңыз жұмыстан шыға алмайтындығын айтты. Да? Ал екіншісі Болат Асланович, ол қазір шетелде екен. Жарайды. Айтпақшы, мен дайындаған заттарды алдың ба? Иә, алдым. Міне, мынау құман. Жақсы. Жақсы. Ал мынау ақ орамал. Ең әдемісі осы ма екен? Иә, сіз айтқандай ең әдемісін алдым. Жарайды, рахмет. Жақсы. Ең бастысы ұнаса болды. Әй балам, тоқта. Неге? Үлкен кісінің жолын кесуге болмайды. Рахмет апа. Әй, мұна кісінің маған сонша тесіле қараған Әмина? несі? Ай, сен Әмина мысың? Әмина, сен мені танымадың ба? Мен курстасың Сапармын ғой. Алматы, Политех, есіңде ме? Әй, сен әлгі Сапармысың? Иә. Ой, бірмай. Неше заман өтті десеңші? Сендер артынды тартып қайда шықтыңдар? Баламның 40 жасқа толған тойына келе жатырмыз. Солай де. Ендеше көріп отырыңдар. Жарайды. Балдардың өзі сағат көріп көр. Мейлі. Отырыңдар. Папасының пупсигі! Папасын таппаған. Папасының аппағы. Пап, мынау не? Құман ғой, әжең алды. Талғат, Әдемі. зачем ты купила? Мамам алдым, дәрет алуына керек болар. Ал мына орамалды арнайы сыйлық үшін алдым. Қалай, әдемі ма? Ай? Жүр кеттік. Ашып көрсетем саған. Қызықсың, маманың орамал. Аз бет. Жарайды, бар, дастарханыңды дайында. Қазір мамам келеді. Тойға дайындалдың орнына қайдағы бір майда шүйдемен айналысып. Әдемілігіңді әжім жеңіпті, Сұлулығың тек көзіңде ғана қалыпты.
Әдемі қартайыпсың, Әмина. Уақыт шіркін дегеніне бағындырады ғой. Сен де кезінде қол жетпейтін көрікті жігіттердің бір едің. Енді міне қара шаштарың аппақ қудай болып, кәдімгі шал болыпсың. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Олым үлкен кәсіпкер, бизнесмен, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. Ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Осы қаладағы бір банкты басқарады-ау деймін. Солайды. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйді шаруамен айналысам. Міне, мұнайы ғой дейім. Осы жерден тоқтатсаң болады. Әй балам, тоқтатсыз жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы үй. Тойға кешікпегендерші, құдай үшін. Сендердің әдеттерің бар ғой. Кешігесіңдер жүресіңдер. Мама. Жақсы, кейін қабылдасамыз. Қалайсыз? Жандос, Әйгерім, әжелерің келді. Қалайсыз аға? Ой, черно-белый. Сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы аға, 90-дықтан барлық сабаққа біз Ай, жарайсың. Телефон соқпадыңыз ғой, өзі күтіп алар. Балама өзіңнің шаруаң басыңнан асады. Жұмысыңа Сіз бөгет тұрғанда болмайын қайдағы дегенім шаруа? ғой. Кеттік жүріңдер. Қане жүр. Не қыласыңдар, жүгір. Айналайын, балапандарым менің айналайын. Келе қойыңдар. Ой, жаным-ау, жақсы айналайын. Олжас, қалайсың? Құлыным-ау. Қалай, жақсы еттіңіздер ма? Шаршамайын. Сендерге ауылдан Ана, көрдің ба? Әже келмейді деп. Жарайды. Маман заттарын ал. Сәлемет. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? О, құрт, қаны? Жеме, тиме. Қолдан жасалған құрт. Таза емес, микроб шығады. Барыңдар анда. Ауыл еле аман ба? Иә, бәрі аман айналайын, бәрі аман. Сол, тойға дайындалып жатырмыз. Жақсы жаным. Жаным, мама. Айналай. Демал беріңіз. Қазір келіңізден хабар алып берейін. Жарайды, бара ғой. Шай қыш. Осы апамдай 70-ке келгенде желпілдеп не бар екен, а? Келе жатқан қонақтар интеллигентный адамдар. Олармен әңгімесі де жараспайды. Қартайған шағында үйде отырса болмай ма? Жастармен жағаласпай. Сен сонымен не айтқың кеп тұр? Осы сен менің анам келсе болды, кірпіде жерлі қалатын не? Сенің анаң келгенде құшақ жайға салып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқылаймыз да жүреміз ғой? Жыға, о не дегенің? Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Оның үстіне үйге қарайтын ешкім жоқ. Менікі жай енді кешке фуршетный стол болады. Ну все-таки ауылдың адамы. Енді бірдеңелерді бүлдіріп жүреме деген ғой, Жан. Жә, доғар енді. Ол жағын көреміз.
Балам, мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Әйтпесе, қартайған адамға тойдың керегіне. Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстіне кешкі тойда. Абыр сабыр болып жатып, кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Қазір бар ғой, қызық сериалдар болып жатыр. Иә. Жарайды онда. Мазаңыз болмаса, үйде демала беріңіз. Жандос пен Әйгерім қасыңызда болсын. Жоқ, болмайды. Олардың саған дайындаған сюрприз бар. Стишоктарын айтады. Әкесіне дайындаған скишоктары болса бара берсін. Стишок деңізші. Біз немереміз екеуміз осында үйде бола береміз. Жеңдер алыңдар. Алып жеңдер. О, Әбеке. Ассалаумағалейкум. Қане? Қалайсың? Рахмет. Туған Қош күніңізбен келдіңіз. құттықтаймыз. Қане? Төледіңдер? Қалайсыз? Рахмет. Жоғарлатыңыз, төрлетіңіз. О, мама келді. Мама! Әдем болып кеттіңіз. Керемет. Қош келдіңіз, мама. Рахмет. Қалайсыңдар? Туған күнің құтты болсын, жаным. Рахмет, мама. Апа, Қаласыз? Ой, жандарым, менің балапандарым. Қане, келе ғой, жарығым. Бұл Талғаттың анасы ғой. Қонақтардың арасына барайық. Жүре ғой, жарығым. Тәке, сіздің анаңыз ба? Иә, анамыз ба? Өте жас көрінеді екен. Анасы әйелінен аумайды екен. Қане, жандарым, жүре қойыңдар. Қонақтардың мазасын алмайық. Жүре ғой, балапандарым аусыл. Отыр. әже, олар бізді неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Кейін бізде жап-жаңа. Тойға барсақ қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналай. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы ел аласың. Сонда аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Е?